Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай крючокпен тоқылатын комбинезон тоқитын боламыз. Міне осындай узор өте әдемі болып шығады. Бұл бір жарым жасқа арналған. Алды замокпен, осындай сырмамен осылай ашылып жауылады. Міне жең бөлігі реглан, ешқандай шовсыз тоқылады бұл. Міне арқа жағда, ал жеңі резинка қылдық. Мойын бөлігі міне резинка. Көргендеріңіз резинка қылып тоқыдық. Және де орта бөлігінде екі жіптің қосқан бөлігімізде осындай желбіршекті қылып осындай қылып тоқыдық. Және астың бөлігін міне штанишкасы осылай дәл қол бөлігінде қылып тоқимыз бұнды. Резинка бұл жері де. Міне өте әдемі болып шығады. Оңай және де бір жарым жасқа келеді бұл. Міне замогын ашып көрсетейін сіздерге. Және де міне ішінде көріп тұрғандарыңызда ешқандай шовсыз тоқылады. Міне ешқандай шовсыз. Міне бізге қоңыр және де молочный түсті жіптер керек болады. Ақшыл қоңырлау. Міне 3-ші номерлі 1,75 номерлі жіптер керек болады. Және де петек деген жіп керек. 100% акрил. 100 граммда 300 метр. Міне осындай бірінші резинкасында 1,75 крючокпен тоқитын боламыз. 8 воздушный петля іліп алуымыз керек болады. Міне 8 петля тоқып алдық. Және де соединительный столбик қылып іліп алып тоқитын боламыз. Ең ақырына дейін солай тоқимыз. Ең ақырында бір воздушный петля көтеріп, тағы артқа қарай сөйтіп тоқып отыратын боламыз. Осылай. Жоғар жағында өрінің ішінен осылай іліп отыруымыз керек. Осылай іліп тоқуымыз керек. Және де резинка болып шығу керек осылай. Осылай 56 қатар тоқуымыз керек болады.
міне тоқып алдық. Және де 3 номерлі крючокпен узорын тоқитын боламыз. Және де бірінші петляны осы шеткі бөлігіне тоқимыз. Бірінші петляны столбик без накида, екіншісін столбик с накидом. Сөйтіп тоқып кете беретін боламыз. Бірінші столбик без накида, екіншісі столбик с накидом. Солай бір петлядан тоқимыз. Мен сіздерге осылай жазбаша түсіндіріп өтейін. Бірінші комбинезон 9 мен 12 айға арналған. 12 айдан да арып 1,5 жасқа дейін келеді бұл. Және де осындай узормен столбик с накидом, столбик без накида мен осылай. Және де 56 қылып міне осы бағанағы резинкамыз. Және де міне алдыңғы бөлігі 8. Және де 10 жеңі, 16 арқа жағы. Және де бір накид болатын болады. Міне мынау біздің бағанағы неміз тоқып атқан комбинезонымыздың узоры. Бірінші столбик без накида, екінші столбик с накидом. Дәл осылай қайталап отыратын боламыз. Ал екінші қатарда керісінше столбик с накидом, екіншісінде столбик без накида. Қарама қарсы түсу керек. Және де мынау әр накидта регланның жеңі, бұл реглан жең. Сол көбейтетін жерімізде дәл солай көбейтілу керек. Бір петлядан столбик без накида, екінші столбик с накидом, үшіншісі столбик без накида болып, әр қатарда дәл солай көбейтіліп отыру керек. Арқа жағынан тоққан кезде де дәл солай, теріс бетіне тоққан кезде де дәл солай накид қосып отыруымыз керек. Әр қатарда қосуымыз керек.
міне екінші қатарда көріп тұрғандарыңыздай міне қарама қарсы түсу керек. Столбик с накидінің үстіне столбик без накида түсу керек. Дәл солай тоқып отыратын боламыз. Әрі регланды көбейтіп отыратын боламыз. Столбик с накидом, столбик без накида. Осылай жалғастырып тоқимыз. Өте оңай, зор және де әдемі көрінеді. Міне 24 қатар тоқып алдық. Осындай 4 бұрышты болып шығу керек. Міне осындай. Мына резинкасын кішкене деп ойламаңыздар, және де бұл резинка созылады, және де жабыңқы болып тұру керек. Кішкентай балдарға өте ыңғайлы. Және де жең бөлігін тоқитын боламыз, және де мына жеріне дейін, мына үшбұрышты жеріне дейін тоқып алуымыз керек, және де осы екінші жағымен бірге тоқып кете беретін боламыз. Міне екеуін қосып алып тоқып кететін боламыз. Сонда жең шығатын болады. Айтуды ұмытып кетіппін. Орталарында 3 воздушный петля жоғары көтеріп, осылай көтеріп, және де қайтып тоқып кете беретін боламыз. Бұл жеңнің кеңдеу болып тұру үшін
Енді астына қарай 6 қатар тоқуымыз керек осы ағаш жіппен. Одан кейін басқа қоңыр түске ауыстыратын боламыз. Міне осылай қоңыр түсті жалғап қалған дәл осы узормен тоқып кететін боламыз. Міне астына 20 қатар тоқып алдық. Және де міне алдыңғы бөлігін, сырма бөлігін осылай ақ жіппен қосып не алатын боламыз, тоқитын боламыз. Соединительный столбик қылып тоқитын боламыз. Дәл резинка сияқты қылып 2 қатар жүріп қайтуымыз керек. Осылай тоқып қайтуымыз керек. 2 қатардан көп болуы қажет емес. Бұл замок себебі
Енді қоңыр жіпті алып, екі осылай бөлігін біріктіріп тоқып кете беретін боламыз. Бұл астыңғы штанишкасын осылай қосып тоқуымыз керек болады. Дәл осындай ұзыр, ешқандай не жоқ, өзгешелік жоқ. Осындай ұзыр, дәл осылай жалғастырып тоқып кете беретін боламыз. Міне, бір айналдырып тоқып алып келуіміз керек. Және де ең ақыр жағында міне бір-біріне қосып тоқимыз. Соединительный столбик қылып, және де теріс бетінен тоқитын боламыз. Осылай оң бетінен және теріс бетінен қылып тоқуымыз керек. Дәл жоғары бөлігінде ұзыр болып шығу керек. Ішкі жағынан және де оң бетінен тоқуымыз керек. Айналдырып отыра бір қатар оң, бір қатар теріс қылып. Дәл солай тоқуымыз керек. 10 қатар тоқуымыз керек. Енді штанишкасын тігіп тоқитын боламыз. Міне ау бөлігін, орта бөлігін тігіп тастайтын боламыз.
және де штанишкасын тоқимыз. Міне центр бөлігінен бөліп алдық мына, және де екі шетіне екі петле қалдырып, сонда сол петляларды біріктіріп, міне осылай тігіп, біліндірмей тігуіміз керек. Дәл сол узорды қайталап тоқимыз. Бағанағы астыңғы бөлігін тоқығандай дәл солай ішкі жағынан және де сыртқы жағына айналдырып тоқып отыруымыз керек. 45 қатар тоқимыз. Одан кейін резинкасын тоқитын боламыз.
резинкасын осылай воздушный петля көтереміз, 13 петля, және де соединительный столбик қылып тоқитын боламыз. Артқа қарай тоқып шығатын боламыз. Өргінің ішінен енді ең астыңғы жағынан осылай 3 петляны осылай төртеуін бірге 3 петля аламыз, және де төртеуін бірге осылай қысқартып алатын боламыз. Және де артқа қарай тағы да соединительный столбик қылып тоқитын боламыз. Өрудің ішінен тоқимыз, өрудің артқы жағынан емес, өрудің жоғары бөлігінен ішінен тоқып отыратын боламыз. Ешқандай қысқартып жібермеңіздер.
міне осылай бітіріп болған соң мына теріс қаратып алып тігіп шығатын боламыз. Жеңінде дәл солай тоқитын боламыз. Ақ жіппен аяқ жағы сияқты қылып тоқитын боламыз.
жеңін 40 қатар тоқитын боламыз. Міне тоқып алдық. Және де резинкасын дәл солай аяқ бөлігі сияқты қылып тоқитын боламыз. Міне алдыңғы бөлігін желбіршегін тоқитын боламыз. Мына екі жіптің қосылған бөлігінен ақ жіпті алып, желбіршегін столбикасына келіп тоқитын боламыз. Міне осылай қайырып бүктеп алыңыздар да, және де ақ жіппен осылай қылып 1/75 номерлі крючокпен міне сол жақ бетінен осылай бастайтын боламыз. Екі воздушный петля көтеріп, одан кейін столбикасына кидім, бір петлядан 3 столбикасына кидім тоқып шығаратын боламыз, және де желбіршек пайда болады. Сондай қылып тоқитын боламыз. Міне желбіршегін осылай екінші жағына дейін тоқып алатын боламыз. Міне артқы бөлігі осындай болып тұрады. Және замогын тігетін боламыз. Міне осындай үлкен замокты алдым, ұзындау және міне жоғары жағынан бастап осылай тігіп шығатын боламыз. Замокты ашып алып тігеміз.
міне дайын болды. Алды замогын осылай тіктік. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.